18 ғасырда қазақ даласының тұрғындары қандай кәсіппен айналысты? 18 ғасырдағы материалдық мәдениет жайлы не білесің? 18 ғасырда қазақтар қандай киім киген? 18 ғасырда қазақтардың негізгі баспанасы не болды? Енді осы сұрақтарға жауап берейік. 18 ғасырда қазақ даласының тұрғындары қандай кәсіппен айналысты? 18 ғасырдағы материалды мәдениет жайлы не білесің? Қазақтар күнделікті тұрмысқа қажеттінің барлығын өздері жасаған. Шеберлер қайың, қарағаштан, ыдыс-аяқ, үй жиһазын, музыкалық аспаптар жасаса, ұсталар шаруашылыққа қажетті түрлі бұйымдар, қару-жарақ, ат әбзелдерін дайындады. Шеберлер мен зергерлер күміс металды пайдаланып білезік, сырға, шолпы, жүзік, алқа, сақина, қаптырма, шашпау сынды әшекей бұйымдарын дайындады. Далалықтар тұрмысында кең тараған материал тері. Теріден киім-кешек, тон, әшік және жылқы мен түйе терісінен саба, торсық, кісе, ат әбзелдерін дайындаған. Киіз басу, кілем тоқу қазақ халқының арасында кең таралған өнер. Киізден сырт киім, байпақ тіккен. Киіз басумен тек әйелдер айналысқан. Киіз басу ісі маусымдық сипатта қой қырқудан басталады. Алдымен жүн жасалатын бұйымдарға ыңғайланып, ақ, қара түстерге бөлініп жиналады да, оны ешкі терісінен жасалған тулаққа салып сабайды. Одан әрі шабақтап, булап, білектеу, қарпу арқылы өңделеді. 18 ғасырдағы материалдық мәдениет жайлы не білесің? Этнограф Александр Гейнс қазақтардың материалдық мәдениеті жайлы қазақтар қой жүнінен жасалған киізден бөлек жіп те иіреді. Оларды түрлі түске бояп, ұзын маталар тоқиды. Мұндай тоқмаларды кілем орнына, кейде күймелі арбаның, жолым үйдің қоршауын даярлауға және онда шымылдық құруға қолданды деп жазған. Қазақ халқы ою-өрнекке ерекше мән берген. Тұрмысқа қажетті заттар мен бұйымдарға, ыдыс-аяқтарға, киімдер мен бас киімдерге, әшекей бұйымдарға сан алуан ою-өрнектерді салып, әдемі безендірген. Себебі қазақтардың түсінігінде ою-өрнек байлық пен молшылықты, еркіндік пен дербестікті білдірген. Кең таралған ою түрі қошқар мүйіз деп аталған. Далалықтар тұрмыстық заттар мен бұйымдарды ою-өрнек түрлерін салып жасаған. 18 ғасырда қазақтар қандай киім киген? Қазақ халқының ұлттық киімдері этникалық, экономикалық және климаттық жағдайларға ескеріп тігілген. Далалықтарда әшкі, сыртқы, біргиер, сәндік, салтанат, ғұрып киімдері де болған. Біргиер киімдеп, қымбат маталардан әшекейлеп тігілген той думандарға, жиындарға барғанда, жат елге сапарға шыққанда киетін сәнді киімдерді атаған. Далалықтар киімді малдың жүнінен, жібек матадан, аң терісінен тіккен. Қазақтың ұлттық киімдеріне шапан, тон, шекпен, тымақ, бөрік, қалпақ, жалбағай, кимешек, сәукеле, бешпен, қамзол, шәлі, тағы басқалар жатады. Қазақтарда 18 ғасырда негізгі баспана не болды? Далалықтардың негізгі баспанасы киіз үйдің іші қыста жылы, жазда салқын болған. Киіз үй тез жығып шапшаң тігуге, яғни көшіп қонуға өте ыңғайлы болған. Ағаштан үй жасайтын шеберді үй іші деп атаған. Далалықтар күнделікті тұтынатын жабдықтарын тостаған, ожау, көбі, астау, тағы басқаларын және үй жиһаздарын, жүкаяқ, кебеже, сандық, төсек, бесікті өздері жасаған. Ағаштан жасалған бұйымдар төзімді әрі жеңіл болғандықтан, далалықтар тұрмысында қолдануға ыңғайлы болған.